Әкесі мен атқа мінгізе деп едің ғой. О, міне балам, жігіт болды деген осы. Кел, мен саған көмектесейін. Bir тамшы қара су қазаққа қанатын қазақтың ей даласы бе. Балам, мынау ат әбзелдер деп атайды. Бұл жүген. Жүгенді атты басқару үшін салады. Мына сенің астындағы ер. Ердің астындағы тоқым. Бұны қазақы ер деп атайды. Бұл ер 3 бөліктен тұрады. Ердің өзі және таралғы үзеңгіден тұрады. Жүр балам, мен сені атқа қыдыртып жүріп біраз ат туралы айтып берейін. Балам, ер қанаты ат демекші, кезінде осы аттың арқасында ата-бабамыз кең байтақ жерімізді жаудан аман алып қалған. Ат ертеден қазақ қастерлі тұтқан. Мінсең көлік, ішсең ас, әрі киелі дос ретінде пайдаланған. Әке мен қасым еске қапты. Мазана қамсы керек. Қош келдіңіздер, әкесі, балам. Анасы. Анасым әке екеуміз атқа мініп керемет болды. Енді мазана қамсы сасаймыз. Жарайсың, балам. Анасы қымыз дайын болды ма? Жоқ, әкесі, әлі дайын болған жоқ, қазір кішкенеден кейін дайын болады. Ендеше кел балам, жаңа қамшыны екеуміз бастайық. Кел балам, отыра ғой. Балам, қамшының жасау жолын үйретемін мен саған. Қамшы 2 бөліктен тұрады. Бірі сап болады. Сапты ағаштан, сүйектен және темірден жасайды. Екінші бөлігі өрім. Бұл өрімді ескі сиыр, кептірілген сиыр терісінен немесе жылқы терісінен 6 өрім қып жасайды. Бұны ата-бабамыз ежелден жылқы басқаруға пайдаланған. Қамшымен талай кейбір даулы мәселелерді де шешіп отқан. Қамшы жасау барысында ең бірінші қауіпсіздік ережелеріне мән беру керек. Өткір металл заттармен, инемен қолыңды зақымдап алмау керек. Міне балам, түсіндің бе? Ала ғой қамшыңды. Алақай мені жана қамсы ба. Олай болса, әкесі, қымыз дайын болды, келіңіздер. Жылқыдан пайдалы өнімдер алынады. Оның сүті қымыз, денсаулыққа пайдалы. Еті тағам ретінде пайдаланады. Балам, қымыздың дәмі қандай екен? Анасым сіздің қымыңыз өте дәмді болды. Ал ас ішіп болсақ, балам, дастарханға ас қайрайық, бата берейік, аумен дейік. Берекелді дастархан болсын, ішкен асымыз адал болсын, ырыс несібе мол болсын, шаңырағымыз шаттыққа толсын, балаға бақ пен береке берсін, еңбегіне халық сүйсінсін. Аумен.